Ассалаумағалейкум достар, сізбен шок-бум арнасы. Бүгін бізде мінекей ойынды ойнайтын боламыз. Дәл осы ойынды көп күткен боларсыздар. Егер күтсеңіздер, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мінекей осы ең күшті ойын деп айтсам да болады. Мінекей достар, выживанияға кірдік. Керемет заттар шықты, сондықтан мінекей қазір біз выживать ететін боламыз. Бұдан көп бөлімдер шығады деп ойлаймын. Онша қатты көп шығармаймын енді Майнкрафттан, өйткені қазір бізге ең маңыздысы ол Among Us қандай бір ойын бар. Егер де алдыңғы видеоларымды көріп кетсеңіздер, білетін боласыздар. Балта бермепті бізге. Маған always балта беретін еді. Мінекей достар, бүгін осындай Майнкрафт ойынынан видео шықты. Қолдап лайк басып отырыңыздар. Сол кезде мен кішкене мотивация алып видеоны көп шығаратын болам. Соткым кішкене қуып жатқан сияқты енді. Мына ойынды ойнайтын адамдар болса, лайк басып кетіңіздер. Кейбір адамдар айтып жатыр, Free Fire харам деп. Сол үшін мен Free Fire'ды тастап кеттім. Егер де Free Fire'дан видео күтіп жүрсеңіздер, онда күтпей ақ қойыңыздар Free Fire'дан видео. Менің каналымда енді Free Fire'ға орын жоқ. Големді өлтіреміз да? Жоқ, өлтірмей ақ қояйық. Қазір енді ауылды тона біздің жұмысымыз. Мынаған не көрдің? Ағаштарды киік-бетек. Мінекей. Бәрін алып қайта негіп тастаймыз. Енді оларға да тамақ керек. Мінекей достар, бүгін енді ең маңызды видео шығады деп ойлаймын. Келесі бөлімдер бұл енді Майнкрафттың 20-шы бөлімге дейін баратын шығар. Алмас тауып порталға кіргенше. Портал деп тозақ порталын айтып тұрған жоқпын әрине. Өзіміздің Айдаһардың порталы. Менің Айдаһардың порталына барғанымды өмірлеріңізде көрмеген шығарсыздар. Осы ауылда тұра берсем қалай жалпы? Мінекей. Судың астында нелер бар екен? Зомби болу керек судың астында. Қой, судан шығайық. Үй жасау керек бізге. Үй жасасақ жақсы болады. Пшеница бізге керек емес әзірге. Егін екпейміз. Қазір енді бізге енді тас табу керек. Вот тас. Біз енді қазір балта жасаймыз. Балтамен ағаш шабатын боламыз. Достар, енді даусым онша қатты шықтырмаса айып етпеңіздер. Кішкене ауырып қалған едім деп кейбір ютуберлер айтып, өз өмірлерін неге айтады деймін осылар. Осы мінекей верстак. Ой.
Достар, енді айып етпеңіздер, мына жақта қателесіп басқа зат жасап қойыппын, енді дұрыстап жасайық. Мінекей. Қайықты ағаш. Көз алдымда тұрған ағашты көрмей қалыппын. Достар, енді бүгін керемет видео шығады деп ойлаймын. Енді сіздерге рахмет. 100 подписчикқа жеткізіп бердіңіздер. 200-ге аттанайық енді. 200 подписчик болуға деген сенімім мол. Сіздер енді көп просмотр, көп подписчик жинап бере алады деп ойлаймын. Енді тіркеліп, лайк басып, және де ана қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ресе дегенге қойып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды күнде көріп отырасыздар. Күн сайын шыққан кезде бірінші көріп отырасыздар. Сізде мына видеомның жалғасын ертең салатын боламын. Ертең менде тағы да видео шығатын болады. Егер де уақытым болып жатса, уақыт дегенде енді сабақ деген сияқты ғой. Бізде енді сабақ болғаннан кейін көп апталар видео шықпай қалды. Сабағым көп болып кетті жалпы. Майнкрафттан видеоларды сағынсаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Және де комментке жазып кетіңіздер. Мен Майнкрафтта видеоларды сағындым деп. Әрине бұл жақтан өте қызықты. Бәрі бар деп айтса да болады. Жақында енді басқа ойындардан видеолар шығатын болады. Мысалға, білмеймін өзімде. Мінекей қазір 2 стактан да асып кетті. 2 стактан да асып кетті. Енді осының бәрі үй салуға жетеді деп ойлаймын. Ой. Достар, бүгін турнир ұйымдастырамын деп айтқан болатынмын Free Fire'да, бірақ оны мен ұйымдастырмайтын болдым. Оны Кызан арнасы ұйымдастырады. Турнир. Мінекей, турнир ұйымдастырады. Жақында білмеймін не тегетінін, енді Free Fire ойнамағаннан кейін. Не болып кетті? Түсінбей қалдым өзімде. Енді кеттік. Мына үй салып бастайық. Осы жетіп қалады деп ойлаймын. Мәссаған, мен қарным кәдімгідей ашып кетті. Бір алма жеп жіберейік. Болды, енді нормально. Кішкентай қылып салсам да болады, жалпы мен үйімді. Ой. Майнкрафт ойнамағалы да біраз болды. Енді көп ойнамағаннан кейін опытым жоқ екен. Мінекей біраз зат кетті. Почти жарты стак кетті жаңа. Одан да көп кеткен шығар. Достар, осымен видеомызды аяқтаймыз. Келесі бөлімде үйді бітіретін боламыз.